Сәлеметсіздер ме, құрметті 8-ші сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз қазақ тілі пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп, және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде бөлім кәсіп пен еңбек, болашақ мамандықтары, лексика бөлімдері бойынша жиынтық бағалау тапсырмасын орындайтын боламыз. Алғашқы тапсырма бізде жалпы берілген екен. Мәтінді мұқият тыңдаңыз және сұрақтарға жауап беріңіз деп бізге берілген екен. Мына жерде енді сәл қателіктер кеткен екен. Енді айбетпеңіздер. Бұл жерде тапсырмаларда қателік кеткен негізі. Енді бізде сұрап тұр. Неге түлектер қажетті кәсіп түрлерінен хабарсыз деген. Қазақстанда мектеп түлектеріне мамандық таңдауда бағыт-бағдар беретін нұсқаулық жоқ. Соның нәтижесінде жастар қандай мамандықтардың сұранысқа ие екенінен бейхабар. Екіншісі бұл проблема қалай шешімін таппақ. Алдағы 5 жылда сұранысқа ие болатын 100 жаңа мамандық жайлы энциклопедия жарық көрмек. Бұл жастарға мамандық таңдау бойынша ақпарат беруге көмектеседі. Үшінші тапсырма, Салтанат неліктен бос жүр? Салтанат биология пәнінің мұғалімі мамандығын тамамдағанмен ол бойынша жұмыс таба алмай жүр. Себебі мектептерде биология пәнінен бос орындар жоқ. Неге ның бітірген жастардың жұмыс жасауға ниеті жоқ? Көп жастар қалаған мамандығы бойынша оқымағандықтан, қолында дипломы болса да өз мамандығы бойынша жұмыс жасауға ынта танытпайды. Келесі екінші тапсырма, Ерсайынның пікірінше оқу бітірген жастардың көп бөлігінің өз мамандығы бойынша еңбек етпеуінің себебі неде? 4 сөйлеммен өз ойыңызды тұжырымдаңыз. Менің ойымша оқу бітірген жастардың көпшілігінің өз мамандығы бойынша жұмыс істемеуінің негізгі себебі кәсіби бағдар берудің жоқтығы. Ал себебіне келетін болсақ, себебі мектептерде оқушыларға қандай мамандықтар сұранысқа ие екенін, қай салалардың жұмыс орнын ұсынатын туралы ақпарат жетпейді. Оған дәлелім Ерсайынның айтуынша, диплом алған түлектердің 90%-ы мамандығына сай жұмыс таба алмай, басқа салаларға бет бұруға мәжбүр. Қорытындылай келсе, кәсіби бағдар беру бағдарламасын енгізу бұл проблеманы шешудің тиімді жолы болмақ деп жазасыздар. Құрметті оқушылар, осымен толықтай тапсырманың барлығын орындап болдық. Біз әрине дескриптор бойынша жұмыс жасаймыз. Бізде толық балл 8 балл. Осы 8 балдың толықтай 8 балын алып өттік. Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп, және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда дәл сіздерге арнап екінші БЖБ-ны да шығарып өтетін боламыз. Бүгінге осы, сау болыңыздар.